Елімізде алғаш рет қынадан антибиотик алынды. Бұл отандық ғалымдардың бірнеше жылдық зерттеу жұмысының нәтижесінде мүмкін болып отыр. Жоба авторлары оны әлі де жетілдіре түспек. Талапқа сай келген жағдайда қолданысқа енгізу жоспарда бар дейді мамандар. Қыналар ол саңырауқұлақтар мен балдырлардың симбиозы болып келеді. Қыналардың екіншілік метаболиттік қасиеті жоғары, қабынуға қарсы, ісікке қарсы, антиоксиданттық, сосын микробқа қарсы, зиянге қарсы әсері жоғары болып келеді. Қазір әлемде қынаның 26 мыңға жуық түрі бар, ал елімізде оның 500-ден астамы кездеседі. Олардың бірде-біреуі ғылыми тұрғыда әлі толық зерттелмеген. Ғалымдар енді осы олқылықты түзетіп, өсімдіктің пайдалы тұстарын анықтауды қолға алмақ. Біз бірінші белсенді саңырауқұлақтарды жатып аламыз. Саңырауқұлақтардың біз оның белсенділігін не анықтаймыз? Бірінші антимикробтық. Олар біз стафилококкус ауреус, стрептококкус ауреус, немесе кандида альбиканс зең түріне, эшерихия коли секілді штамдарға белсенділігін анықтап аламыз алдымен. Одан кейін ғана белсенділігі бар түрін ғана идентификациялаймыз. Оған дейін бізге оның белсенділік көрсетпесе, біз оны ары қарай қолданбаймыз. Яғни менің түсінгенім бойынша табиғи ортада өздігінен өсетін саңырауқұлаққа қарағанда қынадан бөліп алатын саңырауқұлақтың белсенділігі жоғары ма? Қынаның өзі табиғи ортада өсіп тұр. Түсінікті ме? Ол кезде адам басы баспайды, сіз естамайсыздар. Ол өзімен өзі өсіп келе жатқан. Бірақ ол қынадағы саңырауқұлақтарды біз зерттеп отырып, ол саңырауқұлақтар өте жоғары жаңағы биологиялық белсенділігін көрсетіп тұр. Жоғары өскен саңырауқұлақты үлкен көлемде өсіріп, антибиотиктік қасиеттерін зерттеп жатырмыз. Қыналар басқа өсімдіктерге қолайсыз, құнарсыз жерлерде өсе береді. Олар 100 жыл, тіпті кейбір түрлері 600 жылға дейін тіршілік етеді. Сол себептен де, егер бұдан алынатын антибиотик медицинада жарамды деп танылса, шикізаттан таршылық болмайды. Қыналар біздің ғылыми жобада антибиотик секілді қолданылса, оның басқа да мақсаттары бар. Оның бірі олар бояғыш түрінде, және де екінші ол асқа қолданылады. Оның бірі дәмдеуіш секілді шет елдерде қазіргі уақытта қолданыста бар. Жобаға 99 миллион 350 мың мөлшерінде мемлекеттік грант берілген. Бұл ғалымдардың қынаны бүге-шігесіне дейін зерттеуіне жол ашыпты. Қазір зертханада қызу жұмыс жүргізіліп жатыр. Алынған антибиотик бірнеше кезеңнен тұратын тыңғылықты тексеруден соң ғана нарыққа шығарылмақ.